Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің әңгімем ұнап жатса төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін әңгіменің екінші бөлімі. Мы любим тех, кто нас не любит. Мы губим тех, кто нас влюблен. Кітапты Пушкиннің осы өлеңіне келгенде жаптым. Сөйтіп терең ойға баттым. Расымен де біз көбіне біздің бағымызды білмейтін, тіпті білгісі келмейтін жанның соңынан қуамыз. Желігіп жүгіреміз. Өз жанымызды сергелденге салып қинаймыз. Бірақ ең ауыры, ол жан оны сезбейді де. Әлгі түннен кейін апайды талай көрдім. Бірақ ол сол баяғы қалпынша дәрісін беріп өз сарынында өмір сүріп жатты. Менің оған деген көңілім бейжай емес екенін кейін байқадым. Әйткенмен де мұғалім мен оқушы арасында тура абайсыздық болған анайы сезімімді жарық дүниеге келмей жатып, шетінеген сәбидей жоюға тырыстым. Әбден дегбірім шықты. Оңаша қалғанымда сол түні ол екеуі ателье кіріп бара жатқан көрініс елестеп қаным басыма шабатын болды. Іштен естегендерін ойша суреттеген кездері көңілімді ауыр жеркеніп басатын. Бірнеше апта сабаққа бармай қойдым. Бұл аралықта мені іздеген тек Аружан еді. Бір кеште ол қоярда қоймай мені тысқа шығарып алды. Екеуміз үн-түнсіз кешкі көшемен ұзақ серуендедік. Сосын аяғымыз талып, қиылыстың біріндегі баспалдаққа отыра кеттік. Аздан соң тыныштық пердесін бұзып, «Тимур, білемін, ішіңде тілге ауыр, жүрекке бату бір сыр бар жатыр. Бөліскің келмесе қинамаймын», деді Аружан нәзік дауыспен. Ол дауыстан әйел нағыз әйел табиғатына тән түсіну, сезу, ұғу бартын. Мен тіл қатпадым. Тек алдыға телміріп қараумен болдым. Аздан соң ортамызға ақ мысық келіп жайғасты. Аружан дереу тізесіне отырғызып, оны зерттей бастады. «Үйі жоқ секілді, көше мысығы болса керек», деді көп ұзамай. Мен тек басымды изедім. Сондай сүйкімді мысықтың көше кезгені жарамас. Мен оны асырап алсам қайтеді, деді Аружан сұраулы кейіппен. Мен басымды екінші мәрте изедім. «Кешіріңіз, шынымды айтсам, абьюзер деген сөзіне мағына береді», деді. Яғни мен өзіндікін дұрыс санайтын өзімшіл адам деп тарқатып берді жанымда бірге презентацияны қорғап тұрған Данияр. Яғни содыр мінезді, өктем, шатақ сипаттағы әйелге жолықса, ер адам не істеу керек? Сұрағыңызды дұрыс түсіндім ғой, ә? Тап солай, деп қысқа қайырды психология пәнінің мұғалімі. Мен көзімді бір пәс жұмып, ойымды жинақтап алдым. Сәлден соң, менімше егер де ер адам Дулат атамыз өзінің бір кейіпкерінің аузымен айтқандай, мен екінің бірі сияқты ғашық болғым келмейді. Екінің бірі болу деген сөз түптеп келгенде төсекпен біту деген сөз. Ал сен мен үшін одан 1000 есе биіксің. Секілді сана биігінде ол әйелді жан жар ретінде таңдаған болса, онда ол көп құрбандықтарға баруға таяр болғаны жоқ жөнақ. Мінезіне сабыр қылып, оның өзгеруіне шама шарқынша әсерін тигізуі тиіс. Мен көзімді қысқа уақытқа жұмып ашып, сөзімді жалғап. Мәселен, Андре Маро, белгілі француз жазушысы, өзінің бір кітабында дейді: әйелді өз еркінен тыс ұстап тұруға ұмтылмаңыз. Нағыз бақыт әйелдің тәніне иелік ету емес, иелік ету деген сөз ғашық адамның өктемдігін жақсы жеткізеді. Оның сүйіктісіне айналу, міне шешім осы. Ол оның сүйіктісіне айнала алса, сонда әйел де өзінің ұстамдарынан қайтып өзгеріп сала беруі ғажап емес. Ал егерде ол жерде тап ондай биік сезім болмаса, ер адамның көкейінде келешекте осы кісімен бақытты боламын деген сурет бұлыңғыр болса, онда ең абзалы ертерек мәселеге нүкте қою керек. Осы кезде аудиториядағы біраз қыздар көздерінің қиығымен жылт еткізіп, мені бір сүзіп өткен еді. Иә, мен түсінем. Әйел тағдыры нәзік мәселе. Қазақта қыз тағдыры қыл үстінде деген хикмет бар. Затында ол байғұс өмір бойы бар асылын, қымбатын, пәктігін көкірегінің түбіне сақтайды. Һәм оны бір адамға сеніп тапсыра салады ғой. Әйткенмен де бағбанның еңбегін бағалай алатын, оның бағын ашатын
Адамға жолықса мәре ғой, дегенмен кейде оны тыныштықтырып, қажытып жіберетін қасиет сізге де жолығып, бағы қайтып базары тартып жатады. Мен біраз үнсіз қалдым. Аудиторияның төрт көзі менде. Ауадағы жеңіл ыңғайсыздықты айқын сезіп тұрмын. Бір күрсініп алып, сайып келгенде бұл мәселе ауыр. Соның үшін өгізді де өлтірмей, арбаны да қиратпайтын бір ортақ пәтуаға тоқтауға тырысқанымыз орынды болмақ, деп сөзімді аяқтадым. Жақсы, үлкен алғыс, орындарыңызға жайғаса беріңіздер, деп кесті апай. Көктемнің жауын мен қар аралас жауып тұрған бір кешінде Аружанның шақыруымен біз барға келдік. Жайғасып тапсырыс бергесін біраз әңгіме дүкен құрдық. Аружан екі алақанмен бетін сүйкеп, қызығушылықпен менің онша емес әзілдерімді сүйсініп тыңдайтын. Арада жарым сағат өткенде Аружанның ар жағына шеткі орындыққа Сарапай келіп жайғасты. Ол мені аңдамады, жүзі солғын. Қатарынан екі шөлмекті тауысты. Екі таңдаудың ортасында қалған мен ақыры былай шештім. Аружан. Ол қолдарын тізесіне жиып маған сұраулы кейіппен қарап, «Иә, не боп қалды? Кешірші, мен өзімді жайсыз сезініп отырмын. Мүмкін болса басқа кезде жалғастырсақ». «Әрине, уайымдама». Аружанды таксиге отырғызып жіберіп, өзім көлік көзден ғайып болғанша сол арада тұрып ішке қайта кірдім. Сара кезекті шыны сасық суды аузына апарып жатыр екен. Жанына жайғастым. Болдырып қойған көзін әзер көтеріп, мені танымай, азғантай тесіліп қарап отырды. Кейін рюмкасын тарс еткізіп үстелге қойып, сұқ саусағын маған қарата. Сен? Тимур. Ол әндетіп менің оқушым. Сен бұл жерде не істеп жүрсің? Апай, аз кідіріп, Сара, сіз көп ішіп қойған секілдісіз. Ол ықыл қатып, қарай көр мұны, Сара дейді. Ол күрт үнсіз қалды. Сонан соң иықтары ақырын дірілдеп, баяу сөзсіз көздерінен моншақтар төге бастады. Бір түрлі ыңғайсыздық пердесі ауаның қысымын арттырды. Мен жым болып отырмын, бірақ оның мұнша мұңлы кейпіне дес бере алмай қолыммен арқасын қаға бастадым. Ол ісіп кеткен көздерін көтеріп, мұрнын бір тартып алды да, «Тимур, мына сұм жазымыштың қылғаны көп. Соның үшінші мен бүршік атпаған шиедей бөгдеге ашуым неғай бұл? Суықпын мен, суық. Сыртым жылымық болғанмен ішім мұз». Ол аз үнсіздіктен соң, «Оны ертер құдірет сенде, менде де жоқ», деді. Мен оның суық қолын ұстап, бар батылымды жұдырыққа жинап көзіне тіке қарадым. Ол көзін тайдырмады. Оның қарашығында бір үлкен қайғы, үлкен сыз жатыр еді. Алайда мен жанында болғым келеді. Сен суық болсаң, мейлі мен ыстық болуға даярмын. Даяшы сағаттың 11-ден 50 кеткенін 10 минуттан соң жабылатындарын ескертіп кетті. Сара менің сөзімнен кейін түс өзгеріп басқаша кейіпке енді. Бірақ ол теріс қары жауап та қатпады. Көп ұзамай біз Сараның пәтерінде болдық. Қарапайым 2 бөлмелі үй. Қараңғы дәлізде Сара сырт киімін жерге тастай салды да, мені ерте жатын бөлмеге кірді. Кереуетке жайғастық. Терезеден түсіп тұрған әлсіз жарық астында, тыста жауып тұрған қар аралас жауын дыбысына біз түнді өткіздік. Сол түннен кейін Сара менің өмірімнен 7 жылға ғайып болды. Ол түн мен үшін бақыт па, қайғы ма, түсініксіз. Алайда бір нәрсе анық. Ол түнді мен жадымнан ешқашан өшіре алмаспын. Достар, әңгіменің 2 бөлімі аяқталды. Келесі бөлімді тыңдау үшін Сара мен оқушысының арасындағы ары қарай байланысты білгілеріңіз келсе, төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі әңгімеде кездескенше.